Баршаларыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында осындай нан пісіретін боламыз. Іші жұмсақ, сырты қытырлақ, өте дәмді болып шығады. Ал жасауды бастайық. Ең алдымен біз ыдысымызға сүтімізді құямыз. Оның үстіне 1 чай қасық қант, 1 чай қасық дрожж, жарты чай қасық тұз және де сұйық майымызды құйып, оның үстіне 1 жұмыртқамызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Енді оның үстіне ұнымызды аз-аздан қосып, қамырымызды дайындаймыз. Ұнымызды міндетті түрде елеуіштен өткізуіміз қажет. Осылай лопатканың көмегімен қамырымызды илейміз. Ұнды елеуіштен өткізіп, аз-аздан қосып отырамыз. Қолымыздың көмегімен қамырымызды илейміз. Қамырымызды жақсылап илейтін боламыз. Қамыр бізде жұп-жұмсақ болып шығуы қажет. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Қолымызбен басып көреміз, қамыр жұп-жұмсақ. Енді бетін жауып, көтерілгенше қойып қоямыз. Біздің қамыр 2 сағат тұрды. 2 сағаттың ішінде біздің қамыр осылай көтерілді. Пышақтың көмегімен қамырымызды 2 бөлікке бөлеміз. Әр бөлікті оқтаудың көмегімен видеода көрсетілгендей етіп жаямыз. Жайылған қамырдың үстіне сары майымызды ертіп, оның үстіне кесечканың көмегімен жағамыз және де видеода көрсетілгендей етіп қамырымызды осылай ораймыз. Қамырымызды бір-біріне орап болғаннан кейін оқтаудың көмегімен қайтадан жаямыз. Жайылған қамырды біріншісінде істегендей қайтадан 2 жағын осылай бір-біріне қосамыз. Қалған екінші қамырды да бірінші қамыр секілді видеода көрсетілгендей етіп барлығын жасап шығамыз. Енді листтің үстіне пергамент қағазын төсейміз. Себебі нандарымыз жабысып қалмауы қажет. Пышақтың көмегімен 2 нанға да видеода көрсетілгендей етіп осылай кесіп шығамыз. Енді қызып тұрған духовкаға салып, беті көтеріліп, қызарғанша пісіріп аламыз. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады және де барлықтарыңызға ұнайтынына сенімдімін.